Жастар ресурстық орталығы тарапынан мобильді топ құрылды. Жеке құрамда жұмыспен қамту орталығы, психологиялық сүйемелдеу секторының мамандары бар. Айтып өтсек, жиын кезінде қызметкерлер жастармен мемлекеттік бағдарламаларды талқылады. Сарыағаш аудандық жастар орталығының жанынан жасақталған мобильді топ жолға шықты. Мақсат ауылды жерлердегі жасөспірімдердің мемлекеттік бағдарламалар, жұмыспен қамту, діни түсінігін дұрыс қалыптастыру, психологиялық және заңгерлік кеңес беру. Бұл игі бастама Жібек Жолы ауылдық округінен бастау алды. Онда мектеп бітіруші оқушылармен қоса ауыл тұрғындары да жиналды. Тұрғындар көкейінде жүрген сұрақтарды қойып, жауап алды. Оқушылардың арасында мен сіздерден әр келген кезде өтінемін. Сыныпта оқитын жаңағы біз білмейтін отбасында, жаңағы келеңсіз отбасында тәрбиеленіп жатқан оқушылар болса, соның осында мектептің психолог мамандары бар, әлеуметтік педагог мамандар бар. Солармен отырып, ертеңгі күні келеңсіз жағдайдың алдын алу іс-шараларын жүргізуіміз керек. Соларға қол ұшымызды берсек, көмек берсек, біз ертеңгі күні ол отбасында жақсы, көңілді отбасында қалыптастырсақ, біздің сол көмегіміз болады. Ал енді мынау психологиялық жағынан сіздерге жақсы бағдар беретін мамандар келіп отыр. Егер де сіздерде осындай жағдай орын алып жатқан болатын болса, бізде 2-23-44 телефонымыз сенім телефон, хабарласуларыңызға болады. Сағат 9-дан 19 сағат кешкі 7-ге дейін жұмыс жасаймыз. Суббота күні обедке дейін сол жерде кезекші маманымыз отырады. Мобильді топтың жоспарына сәйкес жиын Жемісті ауылдық округіне жалғасты. Жастар жылында мектеп бітірген оқушыларға болашақ халықаралық бағдарламасымен қатар серпін жобасы да таныстырылды. Сондай-ақ психологиялық бірнеше кеңестер берілді. Жібек жолына, сонымен қатар Жемісті ауылына келдік. Жалпы жастармен еркін форматта кездесу біздің мақсатымыз. Сонымен қоса жастарға, жалпы ауылдың тұрғындарына, жұмыссыз жастарға мемлекет тарапынан беріліп жатқан көмектер, одан бөлек жастарға арналған мемлекеттік бағдарламалар, серпін, әлем білім, болашақ, жастар практикасы, жалпы жастардың жұмыспен қамтылуы, осы бойынша жастармен жеке-жеке сұхбаттасу арқылы насихаттау, түсіндіру мемлекеттік бағдарламаларды. Жалпы мақсатымыз осы, алдағы уақытта барлық ауылдарды қамтитын боламыз. Одан кейін ауданның, жалпы ауданда 6 колледж бар, 6 колледждің студенттерін жалпы осы жоғарыда аталған мемлекеттік бағдарламалар бойынша насихаттау жұмыстарын жүргізетін боламыз. Жиналған жастар өздеріне кеудесінде толғап жүрген сұрақтарын қойып, қанағаттандырылатын жауап алды. Елбасымыз биылғы жылда жастар жылды белгілегендіктен қазіргі көріп отырмыз, жастар біршама қауым жиналды. Әркім өзінің ойында жүрген сұрақтарды қойды деп білеміз. Қазір мобильді топ әрқайсысы өзінің бір орындығы алып, әрқайсысы сұрақ жауап беріп жатыр. Аталған топтың жұмысы мұнымен бітпек емес. Олар алдағы уақытта бірнеше ауылдық округтерге барып, кеңес беруді жоспарлап отыр. Мейітхан Бақшанұлы, Айдос Дәулет, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.